Адасқан ана 3 бөлім. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Әпкемнің оқуына баруына 1 ай қалды. Әпкем байғұс оқуға дейін ағарып барамын деп, үстінен ұзын көйлегін тастамай, бетіне кешке айран жағып күтініп жүрді. Әдеттегідей егіннің басынан келіп, үйдің тірлігін жасап жүредік. Әшейін де еш жерге жібермейтін әжем, «Әй Гүлсара, қазір сағат 9-да Қаратай көкеңнің үйіне көмекке барасың. Дастархан жайысып қайт. Әкеңнің көзіне түспей, үйден шығып кет. Әкең көрсе, сөйлеп жүреді. Сосын анада алып берген әдемі көйлегіңді ки, жарай ма?» деп жылы сөйледі. Жақында әжем оқуға барғанда киесің деп бір көйлек алып берген еді. Сөйтсек, әжем өз немересін ұзатуға іштей дайындалған екен. Сондағысы әпкем оқыса, мал шығыны азайып қалады мыс. Ал байға кетсе, орнына мал келіп, өзі алтын тағып, байып келеді екен мыс. Сонша дүниеге құмар әжеме енді сөзім жоқ. Кеш бата әкемнің тамағын берген соң, әпкем дайындала бастады. Әкем көп аса тамақ ішкен соң ұйқыға кететін әдеті еді. Кешке ерте ұйықтап, таң ата ерте тұрады. Әпкем жаңа көйлегін киіп кете барды. Жаңа көйлек деген аты ғой, әйтпесе анау айтқандай жарқыраған көйлек емес. Әжелердің көзімен әдемі шығар. Сол кеткеннен оралмады. Әжем таң ата айқай шығарды. Қуған ағатын-ай, бесіктен белі шықпай жатып, байға тигенін қарашы. Әнеугүні оқуға түскенде киесің деген көйлекті киіп, арнайы дайындалған ғой мына қыз. Әкеме дәл осылай айтқанда, көзіміз шарасына шығып, тілімізді тістегеннен басқа ештеңе айта алмай, көзімізден жасымыз ыршып түсті. Сорлы әпкемнің жай-күйін мына біздерге аян. Шындықты айтуға әжем бізге мүмкіндік бермеді. Содан үйдің іші айқай-шуға жалғасты. Әкем ашуланып, «Ол қызды әкелемін» деді. Әжем бажылдап жүріп, әйтеуір әкемнің райынан қайтарды. Үйдегі шу басылып, кешірімшілерді жайғарып, әжемнің көңілі мәз. Малы көп құдалар атайтынын атап, беретінін беріп, сонымен іс бітті. Ал әпкемнің оқуы жайына қалды. Алған күйеуі қайбір оңған адам дерсіз. Малдан басқа түк көрмеген бейшара біреу. Әпкемді көлеңкесінен қызғанатын қызғаншақ. Ата-енесі де оңып тұрғаны шамалы. Малы көп болғанын қайтейін, әпкемді ол үйге келін емес, құл ретінде алғанын әу баста белгілі еді. Жылап еңіреп, амалсыз ол үйдің табалдырығын аттаған әпкем оқуға баратын күн жақындағанда, мен оқуға барамын дегенде, енесі, «Ойбай, мына қатынның есі дұрыс па? Басы жасайтын келін алдық па өзі? Қайдағы оқуды айтып тұрсың? Байға тиіп оқуға кетемін деген қалай?» деп бетін шымшып таң қалыпты. Кешке малдан келген ұлына, «Қатының сені тастап оқуға қалаға кетемін» деп ұрыс шығарды. Мен оқымаған надан деп аузына келгенін айтты деп, бәлеқор енесі келінін әбден ұрғызған екен. Одан кейін байғұс әпкем сол үйдің құлы болғаннан басқа қолынан не келеді? Бұл сорлы да байғұс анамның тағдырын қайталап, өмірін жалғастырды. Әпкемізді сағынып, біз мұнда жылап қойдық. Кейіндері құдалық дегенді жасағанда келді. Байғұс әпкемнің түрінен түр жоқ, азып тозғаны көрініп тұр. Көздері жәудіреп, жылап көрістік. Байғұстың бар мұңы ішінде.
Әжемнің сол күні алдағанын сол кезде маған және әпкеме айтып берген еді. Үйден шыққан әпкемді күйеуі күштеп көлікке салып алып қашқан. Әкем болса әпкеме ала көзімен қарады. Жанары суық. Қайдан білсін өз анасының арамдығын. Арада жылдар өтіп жатыр. Мен 9-шы сынып бітірдім. Екінші әпкем 11-ші сыныпты бітірді. Әжемнің арамдығын білетін байғұс қыз мектепті бітіре сала көрші тұратын өзінен 2 жасқа үлкен, бұрыннан бері сырттай ғашық болып жүрген жігіттің етегінен ойланбастан ұстап кете барды. Бастысы әйтеуір бақытты. Ата-енесі де жақсы жандар. Екінші әпкемді құл емес, қызындай көріп сыйлап отыр. Менің әпкелерім бала кезден тірлікке ерте араласқандықтан өте пысық, тазайын. Сондықтан болар екінші әпкемнің істеген ісінде мін жоқ, кішіпейілдігі тағы бар. Әйтеуір екінші әпкемнің барған әулетінің материалдық байлығы болмаса да жан дүниелері өте бай. Бірақ бұл көрші құдамыз әжеме ұнай қоймай қырғын шығарды. Бұл жолы әкем басу айтып, әжемді тоқтатты. Көрші құдамыз әкемнің құрдасы еді. Әрі баяғыдан құда болайық деп қыңқылдап жүрген екен. Сол себепті әкем рұқсатын берді. Әжем кешірімге келген көрші әрі жаңа құдаларды жақтырмай қарсы алды. Дастарханды да жайнатып қоймады. Жетім қыздың тойындай. Үлкен әпкем кеткенде дастарханды гүлдей жайнатып жайған еді. Онан қалды құдалар кеткенде аузы талғанша анамның миын жеп бітірді. Анау құданың әкелген киті туалетке сүртуге де жарамайды. Ұят-ай, қыз алып отырғасын жөндеп әкелсе болады ғой, деген әжемнің бар ойы қу дүние. Сонда ойлаймын ғой, осы әжеме не жетпейді деймін. Ешкімнен кем емес мал-мүлкі бар. Алла берген ұл-қыздары бар. Үйіне біз сияқты бүкіл тірлікті тындыратын құлдары бар. Бетіне келмейтін келіні бар. Не ішем, не жеймін дейтіндей уайымы жоқ. Өлсе де жиған дүниесін көрге алып кете алмайтынын көріп жүр. Әжемнің замандастарының қаншасы ана дүниеге кетіп жатыр. Сонда бәрін көріп біліп жүріп қу дүниеге тоймайтынына таңым бар. Жалғасы бар.